Елімізге белгілі әнші Маржан Арапбаева азаматтық күйеуінен таяқ жеп қалған екен. Әнші Маржан Арапбаеваның азаматтық күйеуі Ербол Нұрмағамбетов 10 тәулікке әкімшілік қамауға алынды. Ол түнгі уақытта тұрғын үй ауласында әншіні балағаттап, шашынан сүйреп күш қолданған. Сот 43 жастағы азаматты ұсақ бұзақылық жасағаны үшін жауапқа тартты. Сондай-ақ дене жарақатын келтіру дерегі бойынша қосымша арыз тіркелді. Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Өз басы Маржан Арапбаеваны қатты жақсы көретін әншілердің қатарында, бірақ күйеуінен осындай таяқ жеп, ел алдында бет-аузы көгеріп шығады деп мүлдем ойламаппын. Қазіргі еркектерден бе, или әншіден бе? Бұл видеоның таралу себебі Инстаграмда да, ТикТокта да барлығында таралып жатыр. Неге әйелдер қорлық көреді? Атақты әншілеріміз осылай таяқ жесе, ал басқаларын енді қарапайым қыздардың өзі көшеде пышақталып өліп кетіп жатыр. Сонда біздегі әйелдерді қорғау құқығы не істейді, не бітіреді?